Қайырлы күн, қымбатты көрермен және біздің оқырмандар. Бүгін бізде қонақта Таза ауа экологиялық ұйымының төрағасы Бақдәулет Орынбасарұлы. Қош келіпсіз Бақдәулет студиямызға. Қуаныштымыз сізді көргенімізге. Жалпы жастардың осындай ұйымдарға келіп жатқаны бізді қуантады. Дегенмен қазір енді жалпы әлемде болсын, Қазақстанда болсын, экология жағы мәз емес. Қазіргі таңдағы Қазақстанның жағдайын қалай бағалар едіңіз? Жалпы бүгінгі таңда біздің елде экологиялық проблемалар өте күрделі болып тұр. Өзекті проблема болып деп айтуға болады. Жалпы біздің елдегі ең басты проблемалар ол білетіндеріңіздей ауаның ластануы, жер, су ресурстарының проблемалары деп айтуға болады. Оның ішіне су ресурстарына өзен көлдердің ластануы, Арал теңізінің солып бара жатқаны, яғни тарылып жоққа айналуы да оның алыс емес бүгінгі таңда. Каспий теңізі, өкінішке орай, және де Каспий және Балқаш көлі мен Каспий теңізінің проблемалары да өте бүгінгі таңда өзекті деп айтуға болады. Жақсы, енді әрине ол табиғат пен адам бір тұтас жүйе ғой. Табиғат аман болса, адамзат та болашақ ұрпағымызда аман боларына сенеміз. Сондықтан біз бүгін осы тақырыпты қозғап отырмыз. Әрқайсымыз бұл мәселеге немқұрайлы қарамасақ екен. Біле жүрсек, тіпті тазалықты ұстау, ол әрине әрқайсымыз өзімізден бастасақ деген ниетпен осы тақырыпты бүгін қозғадық. Енді Қазақстан қалаларында әрине әр қаланың ондай кемшіліктер болады ғой, дегенмен ерекше атап өтетін ірі қалалар ма? Экологиялық жағынан өте қиын жағдайда болып тұрған қай қалалар қазіргі таңда? Қазіргі таңда бұлай есену қиын, бірақ ең басты проблемалар ол Астана қаласы болып саналады. Астана қаласында тұрғындардың өсуіне де байланысты шығар бәлкім. Ол фактор да бар, ол фактор да жоқ деп айтуға болмайды. Әрине, Астана, Өскемен қалалары өте проблемалы аймақтар деп айтуға болады. Ал бұлай едәуір жақсы деп айтатын қалалар ауаның өздері құрамы жағынан ол Ақтау мен Петропавл қалалары. Бірақ дегенмен ол жақта мұнай бар, соған қарамастан бізбен салыстырғанда жағдай дұрыс салыстырғанда өте. Неге Астана? Неге дегенде нақты қандай фактордан ол не болып тұр экологиялық жағынан? Біріншіден өндірістік мекемелердің жұмыстары әсер етеді. Және автокөліктердің выброс дейді ғой, солардың автокөліктің жылдан жылға көбейіп келе жатыр ғой. Көліктен шыққан газ, көліктен шыққан мыналар түтін дейді ғой. Бұлайынша қазақша айтқан түтіннің нелері, выбростары ол Астананың экологиялық жағдайына тұрап отыр. Қиындатып жатыр. Сонда Алматыға жетіп қалдық па? Әлде асып жатырмыз ба? Алматыға деңгейлес. Теңеліп келе жатырмыз. Бүкіл мен айтқан қалаларда ауаның 85%-ға дейін жаңағы зиянды нелерді, қалдықтарды ауаға шығарып жатыр ғой. Жалпы қазіргі таңда онымен бірақ күресетін шаралар жасалынып жатқан жоқ, Негізі ол ең басты нәрсе ол онымен күресетін. Бізде мысалы ең біріншіден онымен күресетін жағдайлар бар. Бізде дегенде Қазақстанда ма, әлде ұйымдарыңызда ма? Жалпы Қазақстанда да, біздің ұйымда да ондай мүмкіндіктер бар. Біздің экологиялық өмірімізге, таза өмірімізге біз күресуіміз керек. Қандай мүмкіндіктер мысалға? Олар жасалынып жатыр ма, әлде қаражат жетпей жатыр ма, әлде қандай да бір кедергі болып жатыр ма? Біздің бірлестікте ол ең басты бағыт ол экологиялық пропаганда. Халықтың
яғни азаматтардың халықты неге шақыру, экологиялық мәдениетін қалыптастыру бағыты бойынша пропагандалық жұмыстарды біз негізгі міндеттеріңіз осы. Иә. Жақсы, демек халықпен жұмыс істеуге бұл жерде әр азаматтың мәдениетіне деген жаңа ықпал жасау деген сияқты. Сонда қандай шараларды осы уақытқа дейін атқарылды ұйымдарыңызда? Біз системалық түрде көптеген экологиялық шараларға қатысамыз. Елімізде болып жатқан жалпы жергілікті басқару органдарының ұйымдастыруымен, мысалы әкімшілікте акиматтармен, мысалы шетелдік елшіліктердің бастамаларымен бірге біз әрдайым осындай мысалға айтсақ спутник дейді. Жаңа спутник деген жалпы іс-шаралар бар. Ондай қалалық сенбіліктерге біз әрдайым қатысып тұрамыз. Біздің өзіміздің жастар бар, осы бірлестікте жұмыс істеп қатысып қаланың тазалығына өз септігін тигізіп жатқан азаматтар өте көп. Және одан да бөлек біз өзімізде ғылыми публикациялар жариялап отырамыз. Ғылыми қызметкерлеріңіз де бар, білуімше жастар сіздерде көп қой? Жоқ, тек жастар деп айтуға болмайды. Үлкен кісілер де бар, пенсионерлер де бар. Ол ең басты бұл жерде азаматтардың бір идея аясында топтасу тұр. Негізі кез келген салаға болсын, әсіресе бұл экология мәселесіне жастарды да көбірек тартуға қажет сияқты. Жақсы. Ал енді осы экология мәселесінде біздің Қазақстанда жасалынып жатқан бір ерекше инновациялар бар ма қазір? Экологияға оң әсерін тигізетін. Иә, әрине ондай іс-шаралар бар. Жалпы мен өзімнің жаңа жеке пікірім бойынша, білім бойынша, Қарашығанақта өздеріңіз білесіздер, өте қиын сондай мекемеде, мысалы мұнай өндіру бойынша сондай. Бірақ ол жерде де соңғы кезде мұнай өндірудің озық технологияларын игеріп жатыр. Соның арқасында, соның арасында менің жаңа білгенім сол қоршаған ортаға оң әсерін беретін жаңа технологияларды қолданып жатыр екен. Қолданып жатыр. Біздің Қазақстанда, демек, жақсы. Енді әрине мұнай бар жерде ондай не қажет сияқты. Инновациялар жайлы айтылып жатыр ғой, ал жалпы ұйымдарыңызда ондайға қатысты жобалар ұсынылып жатыр ма? Әрине ондай жобалар бізде бар. Біз 2 жылдан бері осындай экологиялық инновациялық жобаны іске асыруға талпынып жатырмыз дәл қазір. Ол атап айтсақ биогумус өндіру бойынша. Биогумус? Биогумус өндіру бойынша. Ол не сонда? Биогумус дегеніміз ол қазір бүкіл әлемде керек продукттардың бірі болып тұр. Оның бағасы өте қатты өсіп жатыр. Биогумус өндіруге Парсы шығанағындағы бай мемлекеттер бар, білесіз ғой, араб мемлекеттері бар. Біріккен Араб Әмірліктері көптеген ден қойып жатыр. Сауд Арабия үлкен ден қойып жатыр осыны өндіру бойынша. Ал бізде бұл жоба бар. Біз оны калифорниялық құрттар арқылы жүзеге асырамыз. Яғни оларды калифорниялық құрттарды пайдалану арқылы, яғни олар органикалық қалдықтарды жейді. Сол арқылы органикалық қалдықтар, яғни адамдардың тастаған жаңағы азық-түліктің небір-неден қалдықтарын құрттар жейді. Дұрыс айтасыз. Соны органикалық қалдықтарды соны өңдеу арқылы осындай биогумус деген өте керемет сондай топырақ қой бұл сондай. Құнарлы топырақ, оның бағасы өте қазір. Оның бағасы да бар, нарықта сатылады, былай қарасаңыздар оны табуға болады. Бірақ біз оны үлкен көлемде өндіргіміз келеді. Жалпы биогумусты ол өткенде қазір біз тек мұнай мен газбен шектеліп қалмайды, соны биогумус саласын жолға қойсақ біздің мемлекетте нарыққа шығару керек. Демек қазір ол қолданып жатсыздар ғой, ол бар дүниеде? Ол бізде бар дүние, біздің бірлестіктің Алматы қаласында ол бар. Біздің өзіміздің арнайы территориямыз бар, осындай экологиялық территория. Сонда бізде 1 миллионға жуық құрттарымыз бар, калифорниялық құрт.
зауыттар бар. Одан өңделген топырақты қазір қандай неге мақсатқа қолданып жатсыздар? Яғни біз оны біріншіден экспорттаймыз, екіншіден біз оны сол құнарлы топырақтарды ағаш отырғызамыз. Мысалы, ағаш отырғызамыз. Көптеген ағаш отырғызамыз, олардан қазір ағаштың өсуі қиын болып қалды. Оның бәрі мына экологиялық жағдайға байланысты. Олардың өсуі, тұрақты жолға қойылуы да өте қиын. Ал сол құнарлы топырақ болса, ол өте жақсы өседі. Тамырын жаяды, былайша айтқанда. Демек, бұл тәжірибені әзірге сіздер шетелден алып отырсыздар ғой, негізгі идеясында? Иә, шетелден біз оны идеяны алып отырмыз. Бұл негізі жаңа францияжалық жоба, ондай жоба емес, жалпы бұл жобалар бар, бүкіл әлемде іске асырып жатыр, жаңа мен айтқандай. Бізге енді келді. Парсы жағынан бізге енді келгенде де, иә, бізге енді келіп жатыр. Осы жобаны бізге дұрыс жолға қойып, бірлесіп жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Бұны ары қарай дамытуға жалпы қолдаулар болып жатыр ма, әлде бұл жекеменшік? Жалпы ұйымыңыз бұл жекеменшік ұйым ба, әлде мемлекеттік тарапынан қолдауға ие болған ұйым ба? Біз, яғни нақты осы жобаны біз мемлекеттік органдарға хат жаздық, яғни жаңағы жергілікті басқару органдарына, яғни акиматтарға, әкімшіліктерге, үкіметке жаздық, министерстволарға жаздық, экология министрлігіне, яғни қоршаған ортаны қорғау министрлігіне. Онда бізге экспертиза жүргізу керек деп жатыр. Оны біз мамандармен жолықтық, бәрін қарастырып жатыр, бірақ үлкен жобаға әлі оны қоймадық. Тек қана сол жергілікті жерлерде ғана сондай іске асып жатыр. Эксперименталды, шағын түрде, эксперименталды түрде бақылау жүргізіп жатыр. Жақсы, енді бастамаларыңыз нәтижелі болсын. Рахмет. Әрдайым бұндай бастамаға біз қолпаштап, ең болмаса осындай сұхбат арқылы қолдау көрсеткіміз келеді. Жалпы біздің Қазақстанның әлемдік жағдайы, экологиялық жағынан әлеммен салыстырсақ, қалай өзіңіз бағалар едіңіз? Бүкіл әлемдік индекс бар, экологиялық индекс бар, тиімді экологиялық саясатты бізде өкінішке орай мен нашар деп айтуға тура келеді, өйткені біздің экологиялық саясат әзірге тиімсіз жүріп жатыр. Бірақ болашақта мен ойлаймын, бізде бәрі дұрыс жолға қойылады деп ойлаймын. Енді нақты ондай көрсеткіштеріңіз бар ма? Иә, біз нақты жаңағы сілтемені бүкіл әлемдік Еліске университеттің индексі бойынша қарап отырамыз. Онда біздің мемлекет 90-шы орындарда тұрады. 94-ші, 90-шы. Яғни экологиялық жағынан төменгі өте нашар, яғни. Әрине бұл әрқайсымыздың уайымдайтын дүниеміз болу керек, өкінішке орай. Әрқайсымыз өзімізден бастасақ екен, тазалықта, қоршаған ортаға деген қамқорлықта, тіпті мынау табиғатқа шығып жатқанда адамдар көбіне жылы мезгілдерде басталады ғой табиғатқа шығу. Сонда қарапайым ережелерді сақтамаудан қаншама зардаптар болып жатыр. Өзіңіз айтасыз, қазір адамдардың тазалық жағынан мәдениетін қалыптастыруда біз пропаганда жасап жатырмыз деп. Енді нақты қандай нелер жасалынып жатыр? Біз қазір нақты бүкіл экологиялық іс жобаларды қатысып отырмыз. Жай ғана қатыспаймыз, біз өзіміздің жобаларды ұсынып жатырмыз. Біз жаңа мемлекеттік органдармен бірлесіп, басқа да өзіміз сияқты басқа да қоғамдық бірлестіктермен бірлесе отырып, экологиялық жобаларды іске асырып жатырық. Оның ішінде жаңа сенбіліктер бар, оның ішінде жаңа ғылыми публикацияларымыз бар. Қазақстандағы экологиялық проблемалар туралы біз оның бәрін қоғамды кішкене ақпараттандырып жатырмыз. Өзіміздің жаңа сараптамалар бар, сараптама жасап, оны ұсынамыз. Әрдайым жергілікті бұқаралық ақпараттық құралдарына жариялап отырамыз жалпы. Және де біздің айтылды жаңа экологиялық пропаганда деп. Экологиялық пропаганда ол бізді жаңа экологиялық мәдениетті қалыптастыру керек. Ол біздің басты мақсат. Азаматтардың арасында. Жақсы, жалпы қоршаған орта туралы, табиғатымыз жайлы
кітапханамызда да біраз әдебиеттер бар, келіп көріп оқимын деген оқырмандарға әрдайым есігіміз ашық. Бүгін енді жайдан жай бұл тақырыпты қозғап отырған жоқ. Біз жылдан жылға өкінішке орай қоршаған орта мәселесі күрделеніп бара жатыр. Теңіздер, теңіздің көтерілуі, немесе керісінше азаю деген сияқты мәселелер. Бүгін бізде студияда қонақта болған Бақдәулет Орынбасарұлы, Таза ауа экологиялық ұйымының директоры. Ең алдымен уақыт бөліп келгеніңізге, осы мәселені бір қозғап өткенімізге сізге көп рахмет. Енді оқырмандарға лебізіңіз бар ма айтар? Оқырмандарымызға айтар тілегім бар, әрине. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, әрдайым барлығын мемлекетіміз үшін жасайық. Барлығы қазақ елінің биік еш нәрсе жоқ. Жарқын Қазақстанның жарқын болашағы болайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.